Сәлем достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай кекс пісіретін боламыз. Бір жасағаннан осындай көп болып шығады. Балаларға да қатты ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге жасаңыздар. Бізге керегі секер, сұйық май, ұн, жұмыртқа, су, айран және қосқыш қажет. Алдымен жұмыртқа мен секерді салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Секеріміз еріп, ақ пышный болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін сұйық майды, айранды, суды құйып, тағы да араластырамыз. Қосқышты ұнға қосамыз. Онды екі бөліп саламыз. Бірінші бөлігін салып аламын. Сосын екінші бөлігін саламын. Көріп тұрғаныңыздай мен лопаткамен былғап жатырмын, өйткені ұн жан-жаққа шашырамауы қажет. Сосын барып миксермен араластырамын. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Міне осындай консистенция шықты. Енді осыны формаға құямыз. Форма менде силиконовый. Форманы толтырмаймыз, тек жартысына құямыз. Себебі ол қазір көтеріліп шығады. Міндетті түрде силиконовый емес, қағаз формаға да құйсаңыздар болады. градуста 30 минутқа пісіреміз. Мен кексім дайын болды, күшті пышный болып шықты. Көтеріліп. Достар, мен грамдарын видеоның астына жазып кетемін. Еще батырмасын басып, содан қарарсыздар. Осындай форма, қағаз формаға да салса жақсы болып тұрады. Менде 36 штук шықты. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.